Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен королевский салат дайындаймыз. Өте тез әрі жеңіл дайындалатын салат. Ол үшін қияр, черри қызанағы, чечил, жұмыртқа, сиырдың төс еті, жүгері, сыр, майонез және тұз бұрыш керек. Алдымен қиярымызды екіге бөліп және жұқалап кесіп шығамыз. Чечилер мүшігін ыстық суға салып, алдымен осылай қолымызбен тарақтап, жұқалап жұлып шығамыз. Сиырдың піскен төс етін осылай төрт-бешлеп жұқалап кесіп шығамыз. Суға піскен жұмыртқамызды алып, осылай төртке бөліп аламыз. Және жуылған черри қызанағын алып, екіге бөлеміз. Қатты ірімшікті тура осылай төрт-бешлеп жұқалап кесіп шығамыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Чечил ірімшігінің кішкене бөлігін алып, ұсақтап турап, салатымызға салып, үстіне тұз бұрыш қосып, және майонез салып араластырамыз. Салатымыз дайын. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді салат.